Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Бөндене KZ каналы. Бүгін біз сетка жасауды бастап жатырық. Сетка жасамастан бұрын сетка жасаудың жолдарын айтып өтейін. Ең бірінші бізге мынандай рейка керек болады. Бұл рейка былай 5, былайынан 2. Былайынан қалыңдығы 2 см, былайынан 5 см. Так, осы рейкадан ең бірінші біз 190 сантиметр кесіп аламыз. Бізге шығатын 170 сантиметрдей кетеді, бірақ енді ар жағына, аяқ жағына, ножкасына мен примерно 10 сантиметрдей қалып отырмын енді. 180 кетеді, сол 10 сантиметрдей маған ножкасына деп қалдырып қойдым. Енді осы ағашқа біз бірінші отметка жасап аламыз. Жаңағы ағаштарын кеспестен бұрын отметка ең бастан бастап 34 сантиметрден сызып шығамыз. 34 барлық ағашқа. Бізге жаңағы екі ағаштан кетеді. Сосын барлық ағашқа 34, 34, 34, 34, 34 деп. Енді сосын екінші ағашқа, бұл біздің бірінші ағашымыз. Мынау енді соның екінші жақ сторонасы. Бұған да тура осылай 34, 34, 34, 34, 34 деп белгілеп шығамыз. Содан соң бұған арасына мынандай тағы ағаш кесіп аламыз. Бұның ұзындығы 48. Яғни біздің сеткіміз енінен 50 сантиметр болса, біз мынандай ағашты 48 қылып кесіп аламыз. Содан соң бұл ағашты жаңағыдай ең бастан бастап мынаған былай қағатын шегелейтін боламыз. Мынау біздің сеткінің артқы жағы болады, мынау алдыңғы жағы болады. Сол мына алдыңғы жағына мынандай бір ағаштың размерінде 2 сантиметрдей қалдырып, міне былайынан мына жағын былай өстіп шегелейтін боламыз. Сонда біздің ақтаймыз осылай тұрады. Қысқаша бір көрсетіп өтейін. Қазір макетін көрсетіп өтейін, сосын бар артынан барлығын қатыратын боламыз шуруппен. Міне бізде осылай шығады 34-тен. Енді алдыңғы жағын әдейі қалдырдық. Енді қазір осындай екі ағаш жасап аламыз. Сонда бүйтіп қосқан кезде алдына ағаш қоямыз. Сол қосқан кезде мына ар жағына шуруппен отырғызамыз. Сол кезде бір ағаштың размерін қалдырып кетеміз осылайынан 2 сантиметрдей. Енді келесі бізге енді сетканы қағу керек. Сол сетканы қаққанда біз сеткіге жұмыртқалар домалап сеткінің алдына қарай шығып теріп алғанға ыңғайлы болу үшін бізге уклон керек. Сол уклонды шығарамыз. Ол уклон бізде негізі ең ыңғайлы уклон 6 сантиметр дейді. Сондықтан біз мына жоғарысынан 16 сантиметр аламыз. Бұл сеткінің артқы жағы 16 сантиметр. Сеткінің алдыңғы жағы 22 сантиметр. Сонда 16-дан 28-ге дейін, жаңағы 16-дан 22-ге дейін 6 сантиметр. Бізде мына 6 сантиметр уклон болады. Енді мына 16, арт жағы 16, алдыңғы жағы 22 сантиметр болады. Сонда біздің ортамда сетка қағылады. Сол сетка қағылғанда
жаңағы жұмыртқа домалап алдыға қарай шығу үшін 6 сантиметр өте ыңғайлы уклон болады. Егер одан уклонды көп қылып жіберсек, жұмыртқа тез қатты домалайды да алдыға шығып жаңағы сетке соғып жарылып кетуі мүмкін. Ал егер одан да уклонымыз аз болып қалса, жаңағыдай домалап, жаңағы жұмыртқа домалап алдына түспей қалуы мүмкін. Енді бұған мынандай мынандай ағаш кесіп алдық. Бұның размері 62 сантиметр. 62 сантиметр. Бұл дегеніміз жаңағы 16-ға, арт жағын 16-ға қоямыз. Былайынан алдыңғы жағын 22-ге қоямыз. Қараңыздар. Енді мына жақтан шыққан жұмыртқа, қараңыздар, мына уклон, қазір бізде уклон былайынан 6 сантиметр түсіп тұр. Мынақтан түскен жұмыртқа айналып мына жерге келеді. Ал біздің сеткіміз қазір мына жаққа дейін қағылады да былай көтерілетін болады. Сонда біздің жұмыртқа түскен жұмыртқа келіп мына жерге жиналатын болады. Осындай макет болады міне. Міне осындай түрде шығатын болады. Құдай бұйырса. Бұл бізде 5 этажды, 5 қабатқа арналған. Міне, мынау бірінші қабат болады, бірінші қабаттан екінші қабат, үшінші, төртінші, бесінші қабат. Яғни 5 қабатты сетка болатын болады. Қане осыны енді осылайынан қатырып шығайық. Бізге мынандайдан енді 2 ағаш керек. Біреуі оң жағы, біреуі сол жағы. Екеуін бірдей қылып, осындай қағып шығатын боламыз. Так, енді біздің қағып болған ағаштарымыз мынандай түрде болды. Мынау бір жағы, екеуі былайынан бір-біріне қарама-қарсы болып тұру керек. Қазір осылайынан киіледі. Осылайынан. Енді мына жерде біз үйде жатқан поддондардың ағашын пайдаланып жібердік. Енді бұл біздің жаңағы артына таман көрсететін боламыз. Мынаның бір жақ шеті, мына шеті полный жабылатын болады. Сондықтан бізге мына жақтың қатты несі керек емес болып тұр. Сондықтан бір жағына біз үйде жатқан поддонды пайдаланып қолданып тастадық. Енді екінші жағына паялка қойылады. Оны да көрсетеміз. Сондықтан екінші жағы ашық болды. Екінші жағына жақсы ағаштан қойдық. Енді бір жағына поддонды пайдаланып тастадық. Енді біздің мына екі шеті дайын болды. Енді бұл екеуін бір-біріне қосатын боламыз. Қосқанға бізде мына арт жағына, яғни мына біздің сеткамыздың арт жағы, именно мына уклон кетіп тұрған, сол уклонның мына арт жағына мынандай ағаш қағатын боламыз. Артынан өткізіп тигізіп тұрып. Былайынан. Бұл мына ағаштың размері 1 метр. Сонда біздің сеткамыздың размері 1 метр болатын болады. Енді бұл артқы жағының ағашы. Енді екінші біздің алды жағына қағатын ағашымыз. Жаңа көрсетіп кеттім сіздерге. Алдынан мынандай бір ағаштың размерін қалдырып кету керек 2 сантиметр деп. Өйткені қазір мына ағашты былайынан қаққан кезде бұл алды жағына именно осы 34-тен қағылған. Жаңа біз мына ағаштарды 34-тен қағып шықтық қой. Именно осы ағаштарға былайынан алдынан қағатын боламыз. Екі жақ шетін бір-бірімен осылай кигізетін боламыз.
Ал артқы жағын мына уклонның артқы жағына қағатын боламыз. Осылай бір-біріне екі ағашты кигізіп шығамыз қазір. Мында алды жағын міне қағып шықтық, әрқайсының алдына. Енді осы арасынан 3-4 жерден андай уголокпен укреплять етіп қойдық, чтобы жаңағыдай мықты болып ұстап тұрсын, бір ойнап кетпесін деп. Енді арт жағын жасауға кірісеміз. Енді біздің клеткамыздың қаңқасы бітті, мына арқа жағын қағып болдық. Енді біздің жалпы клетканың қаңқасы дайын болды. Общий формасы былай болады. Міне мынау бірінші қабаты, екінші қабат, үшінші қабат, 4-5 қабатты болады. Мына астыңғы қатарларына жаңағыдай блок түсіріп алғанға жалпысында қаңқасы дайын болды. Енді ары қарай бұларға жаңағы сеткасын және астыңғы қабаттарына рейкаларын USB-ларды қағатын боламыз. Және жан жақ жандарын бекітетін боламыз.